Қайырлы күн. Бүгінгі біздің бірінші бөлімде түсіретін рецептіміз тағамның түрі қарын бүрме, қазақтың ұлттық тағамы. Бізге ол үшін жылқының қарны керек болады, жылқының еті, қазысы, көкөністер керек болады. Біз алдымен жылқының қарнын тұзды суық суға лимон шырынын қосып, қарнның иісі шықпас үшін 1 сағатқа салып қоямыз. Оның ішіне біз жылқының етін тұздап, бұрыштап, көкөністермен араластырып аламыз. Бізде кішкене тұзы болған етіміздің, сол үшін аз ғана саламыз. Сіз өздеріңіздің етіңіздің тұзына қарай саласыздар. Әдемі дәм беру үшін біз чеснок қосамыз. Етті, көкөністі араластырамыз. Осылай ішіне бір қазымыз болады. Біз етімізді, салмамызды бәрін дайындап алдық. Осыны қарынның ішіне әдемілеп салып аламыз. Осылай жылқының қарнына еттерімізді, қазыларымызды, көкөністерімізді осылай салып алдық. Енді екі аузын байлап аламыз. Осылай екі басын байлап алдық. Енді бұны кастрөлге салып, суда, суық суға 3-3,5 сағат davamında қайнатамыз. Қарын бүрмеміз суда 3-3,5 сағат қайнап пісті. Судан алып, бетіне оливки масло жағып, осылай духовкаге қызартып аламыз. Қарын бүрмеміз осылай әдемі болып қызарып пісті. Енді алып тарелкаға сала берсек болады.